Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге қалай тез қиналмастан 4000 теңге табуға болатынын көрсететін боламын. Сол себепті де видео міндетті түрде басынан соңына дейін көріңіздер. Сол кезде ешқандай сұрақтарыңыз болмайды, және де барлығын түсінесіздер. Ал енді каналға әлі тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліңіз, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойды да ұмытпаңыздар. Ал енді қараңыздар, қалай 4000 теңге ешқандай қиындықсыз алуға болады. Бұл жерде дәл қазір PolyNX деген биржада акция болып жатыр. Ол акцияда не істеуіміз керек? Ол акцияда біз TRR деген монетамен USDT деген монетаны оборот жасауымыз керек. Оборот деген қалай? Сатылым алып сатуымыз керек. $50 сауда жасауымыз керек. Қазір оны қалай жасауға болады? Қазір мен сіздерге басып көрсететін боламын. Мына сол кезде бізге $10 бонус береді. $10 бір апта ішінде түседі. $10 бізге, және де әр шақырған досымызға тағы да $10 береді. Әрине досымыз дәл солай біз секілді сауда жасаса. Қазір қатысу үшін мен сіздерге қалай жасау керек екенін көрсетемін. Мысалы PolyNX'ке кіресіздер, регистрация жасайсыздар. Регистрация жасау қиын емес, примерно 1 минут алады. Мысалы электронный почта жазасыздар, пароль жазасыздар, создать аккаунт деген басасыздар, электронный почталарыңызға код келеді, сол кодпен осы жерге сол кодты жазасыздар, все, аккаунт ашылады. Аккаунт ашылған соң бірақ көргендеріңіздей кей верификацияны өтуіміз керек. Кей верификацияны қазір мен қалай өту керек екенін көрсетемін. Мысалы аккаунттарыңызға кіресіздер, профильға кіресіздер, и профильда міне осы жерде осы бар, начать деген басасыздар. Бұл жерде біз данныйларымызды жазып шығуымыз керек. PolyNX деген биржаны бүкіл әлем бойынша миллионнан астам адам қолданады. Сол себепті де біздің данныйларымыз оларға почти былайша айтқанда қатты керек дейміз. Сенімді болсақ болады. Біздің данныйымызды өзімізден басқа негізде ешкім көрмейді бұл жерде. Бізге Қазақстан табу керек дейсіз. Міне Қазақстан бар. Одан кейін осы жерге данныйларымыздың барлығын жазып шығамыз. Почтовый код, город, улица. Мен қазір тесті толтырып арғай жалғастыратын боламын. Почтовый код деген жерге не жазасыздар? Қараңыздар. Почтовый код деген жерге Қазпочтаның кодын жазасыздар. Просто қалаңыздың атын почтовый индекс деп жазсаңыз, Google-ға почтовый индекс деп жазасыз, жанына қаланың атын жазасыз, сразу шығады. Қазір мен барлығын тесті толтырып шығамын. Мен қазір барлық данныйларымды жаздым. Енді бізге қателеспесем удостоверениені түсіруіміз керек. Осы жерден таңдаймыз. Паспорт, немесе права, одан кейін идентификация карта. Біз осы идентификация картаны таңдаймыз. Одан кейін бізге алдын, сосын артын, сосын өзіміз ұстап тұрып түсуіміз керек. Қазір тест істеп шығамын. Мен де сайтында кішкене ошибка шықты. Сол себепті де мен ары қарай приложениесіне кіріп жалғастырдым. Мен болдым. Былайша айтқанда верификацияны өтіп болдым. Қазір былай көреміз оны. Мына уровень 2 вождание деп тұр. Мына жерге кіретін болсақ, біздің данныйларымыздың барлығы шығады. Ал енді қараңыздар. Енді не істеуіміз керек? Енді не істейміз? Ең бірінші біз бұл жерге ақша толтыруымыз керек. Ақшамызды жеп қоймайды, ақшамыз өзімізде қалады. Толтырған ақшамыз барлығы өзімізде қалады. Кез келген қайтып қалаған биржамызға шығарып алуымызға болады. Спотқа кіреміз. Депозит деген жерге кіреміз и USDT жазамыз. Мен қазір толтырамын. Мына USDT. Біз Tronмен немесе Ethereum деген сетпен ғана толтыра алады екенбіз. Сет таңдаймыз, біз TRC20 таңдаймыз. Web20 бар екен, TRC20 таңдаймыз. И копировать етіп аламыз. Сосын Bybit биржасынан салатын боламын мен қазір. Себебі Bybit биржасында менде қазір USDT бар. Алдын Ansu-Bay'дан шығарған. Сол Ansu-Bay'дан шығарған USDT-ні осы жаққа салатын боламыз. Менде 24 USDT бар екен. Вывод средств басамыз. Содан кейін осы жерге адресімізді қоямыз. И сетті TRC20 таңдаймыз. Мына TRC20 тұр. Одан кейін минимальный сумма бұл жерде $1. Комиссия за вывод средств көргендеріңізде $1 комиссияға ұстайды бізден. Мен қазір барлығын деп жіберем. Подтверждение басамыз. Негізінде бұл жерге минимальный $10 толтыруға болады. Қазір себебі көрсетем қалай екен. $10 жасағанда қалай болатын барлығын қазір көрсететін боламын.
Қазір менде мынаның барлығына код келеді, солардың барлығын жазып шығуым керек жіберу үшін. Міне көргендеріңізде операция кетіп жатыр. Біраз уақыттан кейін түседі деді. Қазір көреміз қанша уақытта түсетінін. Міне менде дәл қазір ақша түсті. Көргендеріңізде жіберген ақша $1 комиссия ұстады. Енді рынокқа кіреміз, спотқа кіреміз и TRR деген монетаны тауып аламыз. Мына TRR деген монета дәл қазір $2 тұрады екен. И осы монетаны мен сатып алып сатуым керек 2 рет. Ал сіздер $10 жасайтын болсаңыздар, сіздерге 5 рет сатып алып сату керек болады. Себебі бұл жерде жазылған $50 оборот жасауымыз керек деп. Яғни, мысалы $10 сатып аласыз, қайтып сатып жібересіз, $10 сатып аласыз, қайтып сатып жібересіз, $10 сатып аласыз, қайтып сатып жібересіз деген сияқты. Сондай полный оборот жасау керек. Қазір мен 1 рет сатып алам, қайтып сатам, 1 рет сатып алам, қайтып сатам. Сонымен менде купить басамыз. Да, бұл жерде көрсетпей қойса болады негізі. Міне кірдік и 99-дан сатып аламыз, 100% сатып аламын бүкіл ақшаға. 11-де 78 штук сатып аламыз. Ал енді қараңыздар, мен барлығын алып сатып жасап болдым. Міне көргендеріңізде енді менде $23.37 қалды. 10 центтай комиссияға кетті. Маған 23.4 келді. Алдын әрине Bybit'тен лақтырған кезде бізде $1 комиссияға кетті. Ал енді бұл жерде биржаның ішінде жалпы $10 цент комиссия кетті, өте аз. Менде қазір 23.37. Енді если акция біткеннен кейін маған $10 келіп түсу керек. Қараңыздар, мен Телеграмда дедлайн 19 деп жазғам. Мына көргендеріңізде дедлайн 19 қаңтар деп жазғам. Яғни 19 қаңтар күні акция аяқталу керек. Бірақ 10.000 TRR пулда 10.000 TRR монетасы бар. Яғни бүкіл 10.000 TRR таратылып кеткен соң бұл акция по-любому аяқталады. Одан кейін бір жарым апта ішінде ақшаларыңыз түсетін болады биржаға. Биржаға ақша түскеннен кейін ешқандай қиналмастан көргендеріңізде менде 23, $10 түсетін болса $33 болады. $33-ды өзімнің биржама лақтырып алсам болады, немесе сразу Каспиге шығарып алсам болады.